Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін 30-шы сабақты талқылаймыз. Сабағымыздың тақырыбы дауыссыз Л мен Р әріптері екен. 48-ші жаттығу екі бағандағы сөздерді салыстыр, содан соң өзің қорытынды жаса. Бірінші бағанда лашын, лағыл, лебіз, рахмет, рахат, рең, рахым. Бұл сөздер араб және парсы тілінен енген кірме сөздер. Ал екінші бағандағы іле, ілгіш, ілесу, ірі, ірімшік, ылди, ылғал. Бұл сөздер қазақтың төл сөздері, яғни өз тілімізден шыққан сөздер. Ал қорытындылай айтатын болсақ, бірінші бағандағы сөздер кірме сөздер, яғни басқа тілдерден енген. Ал екінші бағандағы сөздер қазақтың төл сөздері. 49-шы жаттығу берілген сұрақтарға сүйеніп суреттегі құсты сипаттап жаз. Бізде суретте лашын бейнеленген. Лашын жыртқыш құс. Ол өте жүйрік әрі алғыр. Лашынның түсі сұрғылт қоңыр, ал көзі өткір, құрағы болады. Тырнақтары ұзын, иілген және өте мықты. Ол сол тырнақтарымен жемін ұстайды. Лашынды жыртқыш құс деп атайды, себебі ол ұсақ құстар мен аңдарды аулап етпен қоректенеді. 50-ші жаттығу сөздерді көшіріп жаз. Мағынасын түсіндір. Іле, ілгіш, ілгек, ілгері, ілесу, ылди, ылғал, ырыс, ірімшік, ірі, ылғи. Түсініксіз сөздердің мағынасын түсіндірме сөздіктен қарап біліп ал. Бізге 11 сөз берілген, ал мағынасын оқып берейін. Іле, ол өзен атауы. Ілгіш, ілетін зат, мысалы киім ілгіш. Ілгек, ілуге арналған темір немесе ағаш құралды айтамыз. Ілгері, алға қарай, бұрынғыға қарағанда алда деген мағынаны білдіреді. Ілесу, біреудің артынан еру, бірге жүру. Ылди, төмен жақ, еңіс жерді айтамыз. Ылғал, су буы, дымқылдық. Ырыс, береке, молшылық, бақыт. Ірімшік, сүттен жасалатын тағамды айтамыз. Ірі, үлкен, көлемдіні ірі дейміз. Соңғы сөзіміз ылғи, әрдайым, үнемі, жиі деген мағынаны білдіреді екен балалар. Барлық сөз түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі жаттығуға қарайық. Шығармашылық үзіліс. 51-ші жаттығу. Перизат атасын мерейтойымен құттықтағысы келіп, қолына қаламын алды. Қағаздың басына құрметті ата деп жазып қойды. Әншейінде толып жатқан сөздердің біреуі есіне түссейші. Перизаттың орнында болсан, сен атаңа жылы лебізіңді қалай білдірер едің? Құрметті ата, сізді мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сіз біздің отбасының тірегі, ақылшысы, асыл қазынасысыз. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, қуаныш пен бақыт тілеймін. Біздің әр күніміз сіздің мейіріміңіз бен баталарыңызбен нұрлана берсін. Ізгі тілекпен, Перизат. Міне осылай мерейтоймен құттықтасаң болады. 52-ші жаттығу. бос тіркестерге Л, Р әріптерінен басталатын сөздерді тауып жаз. Рең, риза, рахым, рахмет, рамазан. Леп, лашын, лағыл, лебіз, лаура. Ал балалар, тапсырмалар түсінікті болса сау болыңдар. Келесі видеоны көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.